Қабақ каналына қош келдіңіздер. Сіздерге 7 сынып биологиясы экожүйрік бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындауын ұсынамын. Тапсырма 1. Төмендегі ұғымдарға анықтама беріңіз. Экожүйе. Экожүйе дегеніміз тірі ағзалар мен қоршаған орта арасындағы энергия және зат алмасу жүретін жүйе. Ол дегеніміз не? Қарапайым күннің сәулесінен өсімдіктердің фотосинтез процесі бұған мысал бола алады. Келесі ағзалардың бірлестігі биогеоценоз. Белгілі бір аумақта мекендейтін әртүрлі түрлердің тұратын организмдер тобы. Мысал үшін ормандағы ағаштар, шөптер, қояндар деген сияқты мысалға алуға болады. Келесі биосфера. Биосфера дегеніміз жер бетіндегі тіршілік қабаты. Барлық тірі ағзалардың өмір сүретін ортасын биосфера деп атаймыз. Екінші тапсырма суретті қарастырыңыз. Ор қоян тіршілік ететін экожүйені анықтаңыз. Яғни оқушылар қай жерде тіршілік етеді? Дала мен және орман. Ор қоян тіршілік ететін экожүйені сипаттаңыз. Экожүйеде тірі және өлі деп бөлінетінін білесіздер. Топырағы қара қоңыр түсті болады. Су көзі, бұлақ, өзен, көлшіктер. Климаты шұғыл континенталда. Тірі табиғатқа, яғни біздің ор қоянның айналасында қандай тірі ағзалар бар? Ағаш, қасқыр, түлкі, қаламбыр, тағы басқа ағзалар бар. Ор қоянның тіршілігіне әсер ететін екі экологиялық факторды сипаттаңыз. Бұнда біз абиотикалық және биотикалық факторларды сипаттаймыз. Абиотикалық факторге жауын-шашынның азаюы, яғни шөп шықпай қорегі азаяды. Қыстың қатал өте суық болуы, бұл тірі ағзалардың тірі қалуына нұсқан келтіреді. Биотикалық фактордың бір кері әсерін алдым. Жыртқыштардың көбеюі, яғни төменгі иллюстрацияға қарасаңыздар, бұл қоянның өмір сүруіне өте қауіп төндіреді. Үшінші тапсырма суретті қарастырыңыз. Тұтынушылар, өндірушілер, ыдыратушыларды анықтаңыз. Бізде ең бірінші өндірушілер, бұлар продуценттер. Бұған шөп пен жапырақ жатады. Тұтынушылар консументтер, яғни бұлар продуценттермен қоректенеді. Бұларға қоян, түлкі, бақа, тырна, жұлдызқұрт, қосаяқ, жылан, торғай, бүркіт, шегіртке жатады. Ыдыратушылар, бұлар редуценттер, яғни продуцент пен консументтің өнімдерін ыдыратады. Бұларға жауынқұрт пен саңырауқұлақ жатады. Келесі тапсырма суретті пайдаланып жайылымдық және реддиттік қоректі тізбектің сызбасын құрастырыңыз. Төмендегі жайылымдық қоректі тізбекті құрастырсақ, шөп, қоян, түлкі, немесе шөп, шегіртке, торғай, бүркіт мысалында көрсетуге болады. Келесі детриттік. Детриттік деген яғни қалдықтарынан басталатын қоректі тізбек. Бұған ағаш жапырағы, жауынқұрт, қосаяқ жатады. Назарларыңызға рахмет. Видеома лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер. Бұл менің жұмысыма өте көп көмектеседі. Рахмет.